Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәмі ерекше және нәзік болып дайындалатын құймақтың рецептімен бөлісемін және оның құпиясын айта кетемін. Үйлеріңізде егерде құймақтарыңыз шықпай, жыртылып, жабысып жүрсе, осы рецептпен жасап көріңіздер. Бірден шығады және оңай дайындалады. Алдымен таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Одан кейін тұз, қантымызды қосып араластыратын боламыз. Егерде тәттірек болғанын қаласаңыздар, онда 3 ас қасық қант қоссаңыздар болады. Негізінде 2 ас қасық қант жетеді. Бірақ мен 3 ас қасық қостым. Себебі балалар бізде тәттірек болғанын қалайды. Сондықтан 3 ас қасық қостым. Осылай жақсылап отырып араластырамыз. Одан кейін бөлме температурасындағы жылы сүтімізді құйып, тағы да араластыратын боламыз. Қантымыз бен тұзымыз толық ерігенше араластырып аламыз. Венчиктің көмегімен араластырсаңыздар болады, немесе шанышқымен де араластырсаңыздар болады. Одан кейін бөлек ыдысқа міндетті түрде ұнымызды електен өткізіп аламыз. Және бұл жерде айта кететін жайт, ұнға мен жарты шай қасық ас содасын қосып аламын. Себебі ас содасын қоссаңыздар, құймақтарыңыз жеңіл, жұмсақ, сондай воздушный болып пісетін болады. Осы ұнымызды аз-аз мөлшерден салып, бір келкі қоймалжың масса болғанша толығымен араластырамыз. Бұл жерде ешқандай түйіршік болмауы қажет. Сол үшін венчиктің көмегімен араластырсаңыздар өте жеңіл болады. Тағы бір айта кететін жайт, бірден бұл жерде суымызды құймаймыз. Алдымен сүтімізді құйып, соған ұнымызды толық араластырып аламыз. Содан кейін барып суымызды құямыз. Егерде сіздер суды бірден құйсаңыздар, онда ұндарыңыз толық араласпай түйіршік болып қалады. Мінекей толығымен араластырып болдық. Бір келкі қоймалжың масса болды. Енді осыған ыстық суымызды құйып, тағы да жақсылап отырып араластырамыз. Мінекей массамыз толығымен араласты, бір келкі болды, ешқандай түйіршік жоқ. Енді осыған 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап отырып араластырып, одан кейін массамызды 10 минутқа тындырып, демалдырып қоямыз. Ал енді баяу отта табамызды қыздырып аламыз. Мен табаны алдымен бір рет сармаймен майлап аламын. Мінекей табамыз қызды, енді құймақтарымызды шетінен пісіре береміз. Әр құймақты құймас бұрын толығымен араластырып алып барып құйған дұрыс.
Мінекей қарап отырсаңыздар, құймақтарымыздың бетінде көпіршіктер, яғни тесіктер пайда болып жатыр. Өте керемет пісіп жатыр. Бұны орыстар бұндай құймақтарды ажурные блинчики деп те атайды. Енді біз шпажканың көмегімен шеттерін көтеріп аламыз. Одан кейін екінші бетіне аударатын боламыз. Ары қарайда тура сол реттілікпен құймақтарымыздың барлығын пісіріп аламыз. Егер де құймақтарымыз жұмсақ болсын десеңіздер, ыстықтай осылай табадан алғаннан кейін сарымайды бетіне аз-аздап жағып жіберсеңіздер болады. Сонда құймақтарыңыз жұмсақ және нәзік болып шығады. Мінекей құймақтарымыз дайын болды. Өте дәмді және нәзік болып шықты. Бұл құймақтарды қаймақпен, сгущенкамен немесе нутелла жағып жесеңіздер өте дәмді болады. Үйде отбасыларыңызға жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын баршаңызға.